Кішкентай балаларды келіп көрген кезде үнемі сіз қаладасыз ғой қазір, иә? Астана қаласы. Астана қаласындасыз. Мынау қаланың балаларын көрген кезде қандай күйде боласыз? Қазіргі уақытта балалар кейбір кезде барамын, бір кофейняға барамын, тамақ ішуге, шай ішуге, кофе ішуге деген. Сол кезде мынау сол жағалауда бір жүрген кезде енді әрине бір ішін ашитындай бір жағдайлар болады. Балалар отырады, түріне қарасам, не қыз екен білмейсің, не бала екен білмейсің, шаштарын өсіріп алатын. Кеше ғана бір жерге бардым, мысалға сонда 5-6 бала отырып, сөйтсем 5-6 баланың бәрі қыз ба десем, сөйтсем 5-еуі бала, 1-еуі қыз екен. Шаштарын өсіріп алған. Айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ. Сондай нәрсені мен жаңа айтып отырсыз ғой, жаңағы білім айнасы дедіңіз ғой, маған сұрақ қойдыңыз. Бұл жерде бәрі үйден басталады. Егер де соның бәрін сөйтіп жүргеніне кім кінәлі? Анасы мен әкесі кінәлі. Баласы не бала, не қыз екенін қоғам білмейді мысалы. Соның әке деген, анасы деген мысалы дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жол көрсетіп жүрсе, мысалға өйтіп олар жүрмес пе еді. Отырған сөздері, әңгімелерін бәрі андай қыз теке, ертең олар қалай ел қорғайды, жер қорғайды, мысалға қалай анасына айтып тұр, что ел жер қорғаған былай қарап тұрсын, өз-өздерін қалай қорғайды олар, өмірде қалай олар мықты болады, ертең өмірде неше түрлі жағдайлар болады, өмір бақи жатқан жерін жылы, тұрған жерін жаңағы мамық болмайды ғой, неше түрлі жағдайлар болады. Қандай да бір жағдайға бала дайын болу үшін баланы бала кезден үйретіп, тәрбие тәлімін дұрыс жолын көрсету керек өмірлікке деген.